Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 72-ші сабақ түбір мен қосымша. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажыратамыз. 32-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Балалар суға түсуге келді. О, көлге түсеміз, деді Самат. Жоқ, бұл көл емес, көлшік, деді Марат. Енді қараңыздар балалар, қалай ойлайсың? Олар көл және көлшік сөздер үшін неліктен айтысты дейді. Енді балалар, бұл екі сөздің мағынасы, мағыналы айырмашылығы бар, иә? Мысалы, көл үлкен кеңістікті алып жатады, ал көлшік ол көлдің кішкене ғана түрі екен. Сол себепті екеуі айтысуы мүмкін, иә? Келесі 33-ші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Міне қараңыздар, біз былай жаздық. Мектепте шахмат үйірмесі бар. Біз сол үйірмеге қатысамыз. Біз шахматтан болған жарыста бірінші орын алдық. Келесі 34-ші жаттығу, қайсысы түбір, қайсысы қосымша екенін дәлелде дейді. Қараңыздар балалар, бізде тау, теңіз, су, үлкен, жуан, бұлар түбір сөздер. Себебі түбір сөздің белгілі бір мағынасы болады, иә? Енді сіздер тау деген кезде, теңіз дегенде, су деген кезде, үлкен немесе жуан деген кезде сіздер белгілі бір нәрсені көз алдарыңызға елестеттіңіздер, дұрыс қой? Демек мағынасы бар. Ал енді дық, тік, шы, лар, дер, дай, дей. Қараңыздар, сіздер көз алдарыңызға не елестеді? Еш нәрсе елестеген жоқ. Бұлар қосымшалар. Себебі олардың ешқандай мағына бермейді деп жазамыз, иә? Келесі шығармашылық үзіліс 35-ші жаттығу. Бұлттардағы буындар мен сөздерден жұмбақ құрастырып жаз және шешуін тап дейді. Міне балалар, бізде допты алып қолға, дәл түсірген торға деген жұмбақ шықты. Оның жауабы баскет болшы екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.